Кейбір адамдар ойлайды, намаз оқысам, ораза ұстасам, проблемаларым шешіледі деген секілді. Бірде Усман ибн Абил Ас дейтін сахаба исламды қабылдайды. Исламды қабылдағаннан кейін бір ауруға шалдығады. Дінді қабылдағаннан кейін Алла одан сайын тағы сынай түседі. Сөйтіп бір күні пайғамбарға шағымданады әлгі сахаба. Я Расулалла, исламды қабылдағаннан бері менде осындай бір науқастық, бір ауыратын жерін айтады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам маған айтады, сол ауырған жеріңе қолыңды қойып, бисмилля, 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 яғни бисмилляны 3 рет айт дейді. Сосын аузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма ажиду ва ухазир деп 7 рет айт дейді. Осы дұғаны айтқаннан кейін әлгі сахаба ауруынан айығады. Осы дұғаны айтсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйреткендей Алла шипасын артады.